Мина, Ұлбике, Зейдеш, Халида, Гүлжахан апа, Күлшат апаларымыз бен аталарымызды құрметтеп, асабаның оң жақ қанатына шақырамыз. Қана ататалған әулеттің аталары мен апалары асабаның қасынан келіп орын алуына сұраймыз. Бәріміз келісіп алайық. Қазақ дегеннен өсіп өніп жатырмыз. Тәрбиелі болайық. Көп сөйлеп, тойды мылжың қылып, отырған халықты шығын қылмайық. Енді сөз болсын айтайын, айналайын. Сондықтан бір-екі ауыз сөз, екі адам үлкендері сөйлесе, қалғандарымыз тойды билесек, ой, рахат болады. Ал ағалар, өмірлері нұрлы болған ағалар, көңілдері гүлді болған ағалар, артындағы інелерге отырған, жамағатқа үлгі болған ағалар деп сөз көзегін қайсағамыздан бастаймыз. Міне, енді ағамыздан бастаймыз. Ал мынау ел басқаратын адамның үш түрлі жолы болады дейді. Ұлылығы, даналығы, екеуін ұштастырса, оның қаталдығы дейді. Міне осындай үш жол басқарған елді халық, мынау жаңағы азаматымыз елдің туы, мақтанышы. Міне сондай осы елдің туын мақтаныш деп, осында той төрін тұрған ағаларымызды айтуымызға болады. Ал аға тағы да айтамын, той құтты болсын, ендігі тілек сізден болсын. Мінекей әрбір бауырдың қарындасы деген тілегі мен дәл осылай деп ойлаймын. Енді тағы да бір сөзді ағамызға берсек, сөйтіп бір анамызға берсек, сөйтіп арғай тойды сәл қысқарып жіберсек деме. Аталы сөзге иласып, жамандыққа қимасып, жас отауға қамқар боп, ақыл айтып, ойласып, өткен жақсы өмірден, ол ағалар-ау, апалар-ау, біз сіз білдесіп өмірден деп аға сөзге сізге берейін. Мінекей енді апалардан мен өзім тілек айтам деп алға шықса, егер де осы тілектерден басқаша өзгеше тілек айтам деп алға шыққан ағаларымыздың апаларыма мен ұқсап беремін. Бәріміз қосыламыз аға. Мінекей бақытсыздық алғаныңнан кешелсең, ол жымиса көңіліңнен кетерсең, басыңды ийсең бастыққа емес, анаға ий, алтын бастым, төрде болсын десеңсең деп ағаларымыз жылған тамаша ән шуағымен апаның алдында басым дейіп сізге сөз көзегін берейін апа мінекей. Ал ағалар, апалар, Алла сіздерді бай қылып балқайтсын, Алла сіздерді тірі қылып қалқайтсын. Сіздердей әулеттің үлкен ағалары мен апаларына қастық қылған пенденің басын тас жөндіріп жалпайтсын деп арағымыз ашылсын, шампанымыз атылсын. Нәзирадай ханшайымның тапқан табысы мінекей бүгін Әнуарбек пен Нәзираның тойына шашылсын деп ішіңіздер, жеңіңіздер, тойды ашық деп шарелеміз. Ағаларымызды құрметтен той төріне шығарып, Ержан Мырзаның орындауында керемет ән шашу қалғаныңыздар.